Қызылорда қаласында белгісіз азаматша жаңа туған нәрестесін сатпақ болған жерінен ұсталды. Оқиға орнынан тілшіміз. Мен негізі таксовать етіп жүрген адам. Бір қатын шақырып алды да, аға бір жерге барып келеміз, сосын келгесін төлеймін ақшасын деді. Артта отырып алып жылай береді, солқылдап. Бай сабап жүрген ба деп қоям. Мен мына жерге келдіктен ағылшынша сөйлейтіндермен былшылдасып тұр. Отырым, біреу есікті ашты. Қараққа жарқ ете қалды. Сонымен көзімді ашсам, қолымды қайырып алған ана мужик. Мен саған көрсем, адам саудасымен айналысқан қалай болатын деп қатты кетіп жатыр ана жігіт. Әкең осы қартыны бұл балаға жете алмай жүрген қаншама адам бар. Бәледен басым зор қарылды ғой мынау. Ана кім баласы асаңдаштан. Қатты ақша керек болған. Қызылордаға кілем сататын ярмарка келіпті. Негізі 8 октябрьға дейін ғана болады екен, ал менде зарплата 10-на түседі. Бұндай дизайнда кілемдер жоқ қой енді бізде қалада. Соны алып қалайын деп, амал жоқ, сатайын деп шештім. Енді естіп жатырмыз, жан түршігерлік жағдай. Біз негізі 14 күнге ярмаркаға келген болатынбыз. 8 октябрьге дейін ең төмен бағада дефицит дизайндағы кілемдерді алып келдік. Енді бізде ондай бала сататындай баға жоқ, барлығы арзан, қолжетімді. Біз енді өзіміз прямой заводтан алып келеміз, өзіміз поставщикпіз. Амангелді Иманов 69-да орналасқан Ақнұр бизнес-центріне келіп көрсеңіздер болады. Венера Клемова, Зарина Паласова, ПТК арнасы.